Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы Олимпиададағы ойындардан қол қайтпайды. Бізде кем дегенде бір қола медаль бар. Оны аса ауыр салмақта өнер көрсететін Қамшыбек Қоңқабаев еншіледі. Құрама капитаны ширек финалда ресейлік Иван Вериясов тұта білген болатын. Мықты орыс боксшысы қазаққа қарсысында қанша тырысып баққанмен, бірақ қолынан еш нәрсе келмеді. Шеберлігі басымырақ Қоңқабаев қарсыласты 4-1 ұтып жартылай финалға шығып отыр. Енді ол американдық Ричард Торреспен финалдық жолдамашын айқасатын болады. Бұл боксшы оңай емес, ол жарыс жолынан кубалық Даниэра Перроны шығарып тастады. Кестенің жоғары жағында өзбек Бахадир Жалолов та финалға сенімді жақындап келеді. Дегенмен кешегі күн өкініште алып келді. 75 келідегі боксшымыз Әбілхан Аманқұл бразилиялық Эбер Соузадан жеңіліп қалды. Әбілхан кездесу барысында барын салды, бұған еш күмән жоқ. Бірақ тараздық боксшының созылмалы иық жарақаты мен қолының жарақаты оның бар күшімен бокстасуына мүмкіндік бермеді. Нәтижесінде 3-те есебімен жеңіліс тауып, медальсыз қалып отыр. Бокста бүгін турнирде демалыс, ал ертең рингке тағы 2 боксшымыз шығатын болады. 52 келіге дейінгі салмақта Сәкен Бибосынов испандық Габриэль Эскобармен жұдырықтасатын болады. Қарсыласты өтуге болады. Ол олимпиадалық турнирдің айқын фавориттері қатарынан мүлде болмаған. Сәкенді өз кезегінде жеңіске жақын тұр деп ешкім айтпаған болатын. Сондықтан Бибосыновқа барын салу керек. Жеңіске жетсе абыройымыздың артқаны. Ал ширек финалға кездесусыз ақ шыққан Зәкір Сафиуллин әзірге тың. Ол олимпиаданың алғашқы күндерінде кездесу өткізгелі бері әлі ел алдына шыққан жоқ. Қарсыласы австралиялық Гарри Гарсайт. Мұнда біз үлкен мәселе көріп тұрған жоқпыз. Жасыл құрлық өкілін өтуге болады. Ай оңынан туып жатса, Сафиуллин солай жасар анық. Бұл ардагер спортшының бокстағы соңғы аккорды болуы мүмкін. 36 жасар боксшымыз жартылай финалға өтсе, арманның орындалғаны. Жалпы бұл ойындар еліміздің тарихындағы ең сәтсіз олимпиада болғаны еш күмән жоқ. Дегенмен алтын медальдардан біздің үмітіміз әлі өшпеді.